Таң қалмаңыз. Ерлермен тең алтын қолды апай. Иә. Солай. Шырай апа осындай. Шырай Махамбетқызы 1920 жылы 15 июньде Бөздің ауыл советі Әйтім ауылында дүниеге келген. Шырай апа Ұлы Отан соғысы жылдардан бастап ерлер қатарында еңбек жолын бастаған. Әйелдер ортасынан бірінші болып компартия мүшесіне алынған. 1953-1955 жыл аралығында мал шаруашылығы бойынша ферма меңгерушісі қызметін ойдағыдай атқарып, ППС компартия мүшесі ретінде өкіметтің тапсырмаларын артығымен мүлтіксіз орындағанын ескеріп, ауыл парткомы дәрежесіне көтерілген. Сол қызметіне қоса мал ұрықтандыру науқанында Бұхара қаласында алған 1 айлық біліммен ауылда ассиминатор мамандығын атқарған. Шырай апаның қолынан қашқан қойлар егіздеп емес, сегіздеп қозылаған үшін облыс орталық партия комитетінен алтын қолды ассиминатор атағы берілген. Сол марапатпен аудан орталығындағы құрмет тақтасынан орын алған. Ұлы Отан соғысынан қайтқан ер азаматтар есін жинап ел қатарына қосылған соң алтын қолды ассиминатор апамыз енді ер азаматтар өздері иге болсын деп мансабын тапсырған. Соң ветеринарный аптекар қызметіне өткен. Кейін зав клуб, библиотекар қызметтерін абыроймен атқарған. Зейнеткер болса да больницаның майда шаруа жұмыстарын атқарды. Шырай апаның осы жоғарыда айтылған ел алдындағы елеулі еңбектерін дер кезінде облыс әкімшіліктері, ауыл совет басшылықтары атынан еленіп бірнеше алғыс грамоталармен және 1970 жылы 31 наурыз айында еңбектегі ерліктері үшін Лениннің 100 жылдығына 1975 жылы 1 қарашада Ұлы Отан соғысының 50 жылдық мерекесіне байланысты медальдармен марапатталды. Бұл тек үй архивінен табылған көкірек белгілері. Өмірде Шырай апа ауылымызды шырағы еді. Жұмыс істемесе де зейнеткер кезінде ауыл совет конторына бір барып келмей тыныш отырмайтын. Заты әйел болғанмен әйелдермен көп араласпай, саясат жағынан хабардар болып ерлер арасында көкіретіміз. Еш ауыр сөзі жоқ, жүрген жерінде күлдіріп балдармен да әзілдесіп отыратын. Иә. Солай, Шырай апа осындай. Алтын қолды ассиминатор апамыз 1997 жылы 12 январда бұл пәнемен қоштасып Алланың құзырынан орын алды. Жайыңыз жаннаттың төрінен болсын, алтын қолды апа. Шырай апаның ұлы Базаралы Қодаровтың айтуымен жазылған.